Құрметті педагогтер, менің жобамның тақырыбы оқытудағы цифрлық технологиялар, ал ұсынылған шешім Digital Eco Kids моделі. Оның басты идеясы өте қарапайым. Балабақшадағы технология баланы экранға байлап қоймауы керек. Керісінше, оны сұрақ қоюға, қимылдауға, зерттеуге және табиғатқа қамқор әрекет етуге жетелеуі тиіс. Жобаның өзегінде көр, ойла, жаса, бөліс циклі тұр. Алдымен бала қысқа цифрлық түрткіні көреді, немесе тыңдайды. Кейін байқағанын талқылап, болжам жасайды. Негізгі кезеңде нақты затпен тәжірибе жүргізеді, құрастырады, немесе қимыл бағытын орындайды. Соңында өз нәтижесін құрдастарына түсіндіреді. Осылайша, экран мақсат емес, баланың белсенді әрекетіне апаратын қысқа көпірге айналады. Жоба 5 модульден тұрады. Тіл дамытуға арналған сөйлейтін сурет, логикаға арналған сандық із кесуші, табиғатты зерттейтін эко-зертхана, шығармашылық, қиял шеберханасы және қозғалысқа негізделген қимылдағы код. Әр модульде интернетсіз және экрансыз балама бар. Сондықтан жоба қымбат жабдыққа тәуелді емес және әртүрлі балабақша жағдайына бейімделген. Қауіпсіздік жобаның басты міндетті шарты. Балаларға жеке аккаунт ашылмайды. Дербес мәлімет ашық сервиске енгізілмейді. Фото мен бейне ата-ананың жазбаша келісімінсіз қолданылмайды. Экран эпизодтары қысқа, топтық және педагог басқаратын форматта өтеді. Тиімділік бастапқы және қорытынды бақылау арқылы өлшенеді. Біз баланың сұрақ қоюын, 2-3 сөйлеммен түсіндіруін, 3-5 қадамдық алгоритм орындауын, ынтымақтастығын және қауіпсіздік ережелерін сақтауын бақылаймыз. Күтілетін нәтиже технологияны жай тұрғызбайтын, оны зерттеу мен пайдалы әрекетке қолданатын белсенді бала. Digital Eco Kids цифрлық құрал мен тірі тәжірибенің тепе-теңдігін сақтайтын, қауіпсіз әрі кеңейтуге болатын модель. Бүгінгі менің жобаммен толықтай қарап таныссаңыздар, сіздердің ойларыңызда мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жоба экран уақытын көбейтпей ме? Жоқ. Мен әр цифрлық эпизодты 2-5 минутпен шектедім. Және одан кейін міндетті түрде нақты әрекет жалғасады. Ұйымдастырылған іс-әрекет негізгі уақытында бала сөйлейді, зерттейді, қозғалады және өнім жасайды. Жобаның жаңашылдығы неде? Меніңше, жаңашылдық жеке цифрлық құралда емес, оны қолданудың тұрақты педагогикалық логикасында. Экраннан кейінгі әрекет міндетті, онлайн және офлайн нұсқа қатар қарастырылған. Ал нәтиже баланың сұрағы, өнімі және түсіндірмесі арқылы бағаланады. Нәтижені қалай дәлелдейсіз? Мен пилотқа дейін және кейін бірдей бақылау жағдайларын өткіземін. 0-2 рубрика. Баланың өнімі, тәрбиеші рефлексиясы, ата-ана пікірі және иесіздендірілген портфолио салыстырылады. Қымбат құрал қажет пе? Жоқ. Минималды нұсқада ноутбук, ортақ экран, динамик, таймер және нақты материал жеткілікті. Интернет болмаса, мен сол тапсырманы баспа сурет, пиктограмма және маршрут арқылы өткіземін. Жасанды интеллект баламен жұмыс істей ме?
жоқ. Жасанды интеллект тек педагогтың дайындық көмекшісі ретінде қарастырамын. Ол тапсырма нұсқасын ұсына алады, бірақ соңғы тілдік, мәдени және жас ерекшелігіне сай тексеруді тәрбиеші жасайды. Бала дерегі ашық сервиске берілмейді. Назарларыңызға рахмет.